Жанабыловтарға қатысты сот үкімі шықты. Эльмира Төлегенова ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Алайда жаза орындау мерзімі 2 жылға кейінге шегерілді, себеп кәмелетке толмаған балаларының болуы. Ал Ерболат Жанабылов болса 2 жылға шартты түрде сотталды. Қарапайым тілмен айтқанда түрмеге отырмайды, бірақ заң талаптарын қатаң сақтауы керек. Осы уақыт ішінде қайта қылмыс жасамауы тиіс, сот белгіленген талаптарды орындауы керек. Мысалы, тұрғылықты жерін өзгертпеу, белгілі бір уақытта тіркеліп тұру. Ерлі-зайыптының мүлкі тәркіленді. Бұған дейін 22 сәуірдегі сот отырысында айыптаушы тарап ерлі-зайыптыларға 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасын талап еткен. 24 сәуірде Төлегенова процестік келісім жасау туралы өтініш білдіріп, келісімге келді. Жазаны жеңілдету үшін айыпталушылар кінәсін мойындап, заңсыз тапқан 247 миллион теңгені қайтарды. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.